Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін өте дәмді, жұмсақ болып шығатын мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге ұн және де ерітілген сармай, қаймақ және де бір жұмыртқаның ақуызы, сода, разрыхитель қажет болады. Ең алдымен қаймағымызға содамызды салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Және де таза ыдысымызға ерітілген сармайымызды салып, үстінен бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз ерігенше үстінен жұмыртқамыздың ақуызын салып, оны да бір келкі қылып араластырып аламыз. Енді жаңа дайындап қойған қаймағымызды салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Сіздер айран қолдансаңыздар да болады қаймақтың орнына. Және де айта кететін жайт, бұл жерде қаймақтың және сармайдың проценті маңызды емес. Қалағандарыңызды алып қолдана берсеңіздер болады. Енді ұнымызды осылай бөліп салып, орташа жұмсақтықтағы қамырды илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді пакетке салып, холодильникке салып қоятын боламыз. Ол аралықта біз ішіне салмасын дайындап алатын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұсақтап туралған ет және де ұсақтап туралған картошка, пияз қажет болады. Пиязымызды ыдысымызға салып, үстінен бір шай қасық тұзымызды салып, бір шай қасық қара бұрышымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен езіп алатын боламыз. Пиязымыздың суы шыққанша кішкене осылай қолымыздың көмегімен езіп аламыз. Дайын болған пиязымыздың үстінен ұсақтап туралған картобымызды салып, және де ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап бір келкі қылып араластырып қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды холодильниктен шығарып, қолымыздың көмегімен ұзынша етіп жайып, біреуін үлкен, біреуін кіші қылып кесіп алып, осылай домалақтап зуала жасайтын боламыз. Бірінші үлкендеу етіп кесіп алған қамырымызды осылай шет-шетін баса отырып, ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды, табамызды майлап, қамырымызды салып, үстінен салмамызды салып, бір келкі қылып, қатты шетіне шығармай, ортаға қарай жинап алатын боламыз. Енді екінші қамырымызды да дәл солай шет-шетін баса отырып, оқтаудың көмегімен орташа жұқалықта қылып жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды салмамыздың үстінен қойып, енді шет-шетін біріктіретін боламыз. Жақсылап қысып шығыңыздар. Және де видеодағыдай өріп шықсаңыздар болады, әдемілік үшін. Шет-шетін өріп алған соң, ортасынан осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз, іші толықтай пісіп шығуы үшін. Әдемілік үшін осылай пышақтың көмегімен пышақтың жүзін қатты батырмай, осылай сызықтар қойып шығатын боламыз. Және де вилканың көмегімен осы сызған сызықтарымыздың үстінен видеодағыдай жасап шығамыз. Және де жұмыртқамыздың сарысына кішкене сүтімізді қосып, бетіне жағып шығатын боламыз. Осылай барлық шетіне жағып аламыз.
және де әдемілік үшін бетіне күнжітпен макты араластырып септім. Сіздер өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Енді қызып тұрған пешімізге салып 180 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ болып піседі, ортасы да толықтай пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де жасап көріп жатсаңыздар, астына комментарий бөліміне бөлісе кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Назира.